Армысыздар, құрметті телекөрермендер және де студенттер. Қайырлы кеш, достар. Hello. Hi. Good evening. How are you doing? Ағылшын тілін үйренуге арналған телесабағымызға қош келдіңіздер. Ал енді өткен сабағымызды қайталайық. Тақтада тапсырмалар тұр. Бірінші тапсырмада сөйлемдер бұрыс тұр. Яғни сын есімдер бұрыс шырайда тұр. Соны дұрыстап қою керек. Тақтаға ая. Cats are popular than snakes as pets. Бұл жерде cats are more және ерді алып тастаймыз. Не үшін more қолданыңыз? Өйткені cats ол саналатын зат. Жоқ, қателеспеңіз. Кім айтады? Popular көп буынды. Неше буынды? Popular үш буынды. Үш буынды. Дұрыс. Келесі? Pigs are more intelligent as other animals. Бұл жерде астың орнына than'ді қолданамыз. Pigs are more intelligent than other animals. Келесі? Үшіншісі, turtle are slow than crocodiles. Осы жерде ерді жалғаймыз. Не үшін жалғадыңыз ба? Өйткені салыстырмалы болып келеді және сол үшін ерді жалғаймыз. Келесі? Elephants are heavier than pigs. Мына жерде y-дың орнына айды қосамыз. Bears more rare than snakes. Мына жерде ірді қосамыз. Дұрыс па? Морды алып тастаймыз. Не үшін морды алып тастаймыз? Себебі осында салыстырмалы. Бір буынды. Бір буынды. Морды алып тастаңыз. Ал енді келесі тапсырма, екінші тапсырма салыстырмалы және күшейтпелі шырай жасау. I am Tall сөзін қолданамыз. taller. Неліктен taller? Себебі осында бір буын салыстырмалы шырай. When деген салыстырмалы шырай екен, белгісі. Then. My mom thinks that cats are better pets than dogs. Не үшін gooder емес? Себебі осындай ереже? Ерекше. Жасауы ерекше сінесің. Келесі. Cycling is one of the most dangerous sports. Күшейтпелі шырай ма, әлде салыстыру? Күшейтпелі шырай. I want to have the biggest car. Себебі осында күшейтпелі шырай. What is the best film you've seen? Ең жақсы, yeah. Bicycles are Bicycles are cars. slower than cars. Our dog nicer than. Then қосамыз. Then тек қана қайсы шыраймен қолданады? Then болған кезде қайсы? Бірге келіп тұрайын. Салыстырмалы. Then. Салыстырмалы шырайда қолданады. Демек, сын есімді салыстырмалы шырайға ауыстыру керек. Nicer. Yes. Nicer. The blue whale is heavier. Heavy. Heavier. Ауыр. I-E. Glass bottles are better than. Неге better қолданыңыз? Себебі осында да салыстырмалы шырай. Сонымен қатар SS қолданса болады. Ал егер SS қолдансақ? SS. Сонда сын есім қалай? Glass bottles are as good as plastic bottle. I think Spanish is easier than Japanese. Рахмет, отырыңыз. Біздің жаңа тақырып adverb, үстеу. Ол іс әрекеттің сипатын немесе сапаның дәрежесін білдіртетін сөз табы. Үстеу іс әрекеттің сипатын білдірген жағдайда ол етістікке қатысты болады. Яғни ол қайда
қашан, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, he reads well. Ол жақсы оқиды. Ол қалай оқиды? Well, жақсы. Мұнда well үстеу. Тағы да бір мысал. We live here. Біз осында өмір сүреміз. Here, қайда? Осында. He bought camera yesterday. Ол кеше камера сатып алды. Ол қашан камера сатып алды? Иә, кеше. Yesterday бұл да adverb, яғни үстеу. Егер үстеу сапаның дәрежесін білдіртетін болса, ол сын есімге немесе тағы басқа бір үстеуге қатысты болады. Мысалы, She was wonderfully beautiful. ол таңданарлықтай сұлу. Яғни мұнда wonderfully сөзі beautiful, яғни сұлу деген сөзге қатысты болып тұр. Үстеулер жасалу тәсіліне қарай міне осылай бөлінеді. Біріншісі жай, яғни ол бір түбірден ғана тұрады. Мысалы, soon, Жақында, here, осында. екіншісі. Екіншісі туынды. Яғни ол сын есімнен туындайтын үстеулер. Ол L, Y суффикс арқылы жасалынады. Мысалы, bad, жаман, badly, жаман. Яғни үстеу. Usual, әдеттегі, usually, әдетте. Day, күн, daily, күнделікте. Part, бөлік, partly, жарым-жартыдай. Келесі, күрделі. Яғни бірнеше түбірден тұрады. Some, times. Мұнда екі түбір. Some және times. Кейде. Anyway. Қалайда. Келесі, everywhere. Барлық жерде. Және бұлар бірге жазылады, қосылып. Келесі, төртінші, құрамдас. Құрамдас. Яғни ол екі сөзден тұратын үстеулер. At first, алдымен. At least ең болмағанда. Мағынасына қарай үстеулер қимылсын, мезгілдік, мекендік, мөлшерлік болып бөлінеді. Мысалы, біріншісі, қимылсын үстеу ол well, Жақсы, quickly, тез, often. жиі. Келесі мезгілдік үстеулер, яғни уақытты білдіртетін үстеулер. Today, бүгін. Yesterday, Кеше, never, ешқашан, always. әрқашан. Үшіншісі, мекендік үстеу. Outside, Сыртта, inside, іште, here, мұнда, there. онда. Және төртінші, бөлшерлік. Яғни заттың қаншалықта, немесе іс-қимылдың, іс-әрекеттің қаншалықта, мөлшері қанша екен білдіреді. Much, Көп, little, кішкене, too, тым, very, өте, nearly. шамамен. Сын есімдер сияқты үстеулерде де шырайлар бар. Үстеулердегі шырайлардың үш түрі бар. Жай шырай, positive degree, comparative, салыстырмалы шырай, және superlative, күшейтпелі шырай. Жай шырай сөздіктегі бастапқы формасы. Ал қалған екеуі басқаша жолмен жасалады. Сын есімдердегідей үстеулердің жасалу жолы екеу. Олар Оның бірінші жолы бір буынды үстеулер, яғни мысалға hard алайық. Hard бір буынды, яғни жай, positive degree. Оны салыстырмалы шырайында ER немесе R жалғауы жалғанады. Hard, harder. Ал күшейтпелі шырайда біз білеміз. est жалғанады. Және міндетті түрде the артиклі қолданылады. Hardest. Мықты, мықтырақ, ең мықты. Тағы мысал. Loud, қатты, Louder, қаттырақ, the loudest. ең қатты. Late, Салыстырмалы, салыстырмалы later. Мұнда жай ғана R қосамыз. күшейтпелі. The latest. Кеш, кешірек, өте кеш. George is studying harder than usual. George қазір әдеттегіден қаттырақ оқып жатыр. Яғни белсенді
сабақ оқып жатыр. Мұнда салыстырмалы шырайда да біз then салыстырмалы сөз, көмекші сөз қолданамыз. Және then болған кезде түрде салыстырмалы шырайдың er жалғауы болу керек. Келесі мысал, I come home latest on Friday. Мен үйге ең кеш қайтатыным ол жұма күні. Яғни мен басқа күндері ерте қайтам, жұма күні кештеу қайтам. Құрамды түрі белгілі бір сөздердің көмегімен жасалады. Салыстырмалы шырайда more және күшейтпелі шырайда most қолданамыз. Яғни өздеріңіз байқағандай сын есіммен бірдей. Мысал, correctly, correctly. Үш буын, сондықтан бұл құрамдас. Яғни құрамды түрі. Оның салыстырмасы more, correctly, және күшейтпелі the most, correctly. Келесі мысал, solidly, more solidly, күшейтпелі the most solidly. Мысалы, universities assess quality of education more exactly. Университеттер білім сапасын дәлірек бағалайды. Келесі мысал, she was the most showily dressed woman in the neighborhood. Ол аумақтағы ең әдемі киінген әйел. Онда the most, үстеу, және more exactly, үстеу. Сонымен қатар ережеге бағынбайтын бұрыс үстеулер бар. Олар біздің сын есімдерге ұқсайды. Сын есімдердегідей жасалу жолы бірдей болып келеді. Well, жақсы, Better, жақсырақ, the best. өте жақсы. Badly, салыстырмалы worse, және күшейтпелі the worst. Much сөзі көп, more, More, күшейтпелі the most. Little кішкене, салыстырмалы Less. less. Және күшейтпелі күшейтпелі. The list. the least. The list. Және де far, алыс. Оның Farther. farther, And the farthest. farther күшейтпелі қалай болады? The farthest. The farthest. Және екінші жасал жолы бар. Further. Further. The furthest. The furthest. Ал енді біздің сабағымыз аяқталып келе жатқандықтан үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Үстеулердің түрлерін жаттап алу. Және де бұрыс жолмен жасалынатын үстеулердің шырайын жаттап келу. Hello. Hi, Bota. Hi, Diana. I got your message. Where are you now? I'm walking by foot about 20 minutes from your workplace. Oh, good. Where do you want to eat? Will we go to Chinese restaurant again? No. Let's go somewhere different this time. Okay, there is a new restaurant on Boulevard Mira Street. You mean the Senator? Yeah, it is. It's a very nice place. Is it expensive? No, I don't think so. It's quite cheap and the food is very delicious. Okay, let's go there. Okay, see you there at 10 o'clock. Okay, bye. Bye. Шаршадым. I'm tired. I am tired. Жетеді. Enough. Enough. Алыста. Far. Far. Жақын. Near. Near. Артқа. Back. Back. Оңға. To the right. To the right. Солға. To the left. To the left. Дайынсыз ба? Are you ready? Are you ready? Қазір. Now. Immediately. Now, immediately. Біраздан соң. Soon. Soon.
Болдым, дайынмын. Already. Already. Болды. All. All. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Шет тілін білу және сол тілде еркін сөйлеу бұл заманауи және табысты адамның жетістігінің бірі. Ағылшын тілі әлемде халықаралық тіл болып саналады. Ағылшын тілін жетік меңгерсеңіздер, алдарыңызда көптеген мүмкіндіктер ашылады. Бізбен бірге ағылшын тілін үйренуге күніне 15 минут уақыттарыңызды бөлсеңіздер, уақыт өте келе ағылшын тілінде еркін сөйлей аласыздар. Сіздермен бірге болған әріптесім Талғат. Және Жазира. English for you. Ағылшын тілі сіздер үшін. Арнамыздан алыстамаңыздар.